Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттік екпе рубрикасын жалғастырады. Бүгін сіздерге Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы жайлы айтылады. 20 ғасырдың ең жарқын тұлғасы, белгілі жазушы, Ұлы Отан соғысының жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың батыры Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасы жазушының ең танымал туындыларының бірі. Бұл шығарма кезінде цензураның қатаң бақылауынан өтіп, біраз жерлері қысқартылған болатын. Бұл шығармаға биыл 50 жыл толып отыр. «Ұшқан ұя» кітабы халқымыздың этнографиялық энциклопедиясы, тәрізді аса құнды қазақ руханиятының қазынасы. «Ұшқан ұя» автордың балалық шағынан сыр шертетін шығарма. Кітапта Бауыржан Момышұлы өсіп өнген ортасы мен алған таным тағылымын суреттейді. Сондай-ақ шығармада қазақтың қонақ күту кәдесі, қыз ұзату, көкпар тарту және тағы басқа салт дәстүрлерін тілге тиек етеді. Қазақтың ұлттық салт дәстүрін бейнелейді. Бауыржан Момышұлы аңыз әңгімелерді әжесінен естіген үлкен сүйіспеншілік сезіммен есіне алған. Сонымен қатар ненің жақсы, ненің жаман екен, нені сүйіп, неден аулақ жүруді әжесінен үйренгенін мақтан етеді. «Ұшқан ұя» адамгершілікке тәлім тәрбие беретін көркем туынды. Шығармада адамның асыл қасиеттерін қадірлейтін жолдар да көп. Білім мен ақыл, тәрбие адамның ең қымбат, ең әдемі қасиеттері болып саналады. Ендеше тағылымы терең құнды кітапты бірге оқиық. Назарларыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.